Менің ойымша, түйсігінде бірдеңе бар адам еш қашанда қалай болса да соғысты қолдамау керек. Құдай еш қашанда басымызға ондай бәрекетті бермесін. Татулықтың бірлігі деп жатырмын біздің елімізде. Құдай басқа бермесін, бірақ сәбидің өзі тыныштықты, елдің ішіндегі қаймақтың бұзылмауын армандап кеткен сәттер қазір әлемнің түкпір-түкпірінде орын алып жатыр. Өкінішті әрине, бір сөздерінде айтқандарымды естіген боларсыздар. Естімегендер болса қайта бір қайталаймын. Жалпы біз сәбилерге көп нәрсені үйретеміз ғой. Тәрбие береміз, әрбие үйретеміз, сан үйретеміз. Бірақ үлкендер, біз мейірімді болуды үйренуіміз керек солардан. Мейірімсіз болып бара жатырмыз. Мейірім кетіп бара жатыр. Түсінесіздер ме? Біраз мемлекетте болдым, біраз ұлт өкілдерімен тіл табыстым. Бір түсінгенім, жаман ұлт дегендерді бұрын соңды естіп қалып жататынмын. Негізі сол жаман ұлтты көрмедім ағайын. Жаман ұлт жоқ қой, ұлттың жаманы болмайды. Әлемнің қай түкпіріне барсақ та, қонақжай, кемеңгер, дана халықтың өкілі ғой бұл балдар деп бізді сөйтіп кереметтей қарсы алып жатады. Келесі отыратын шаруа. Менің қолымнан не келсін? Не келсін қолымнан? Мен өзімнің музыкамды, өзімнің шығармашылығымды жұмсақ күш ретінде пайдаланып жатқандығымды бәріңіз білесіздер. Біз ұлтқа, нәсілге, дінге, тілге бөлінбей, бір аспан астында осы жер шарында бәріміз Алла Тағаланың жаратылған пендесіміз. Бөліп жаратты жоқ. Бәріміз көп болса бір орта есеппен 50-60 жыл өмір сүреміз. Біз бұл жерге еліктейміз. Мен мемлекет айтып тұрған жоқпын, бұл планетаны айтып тұрмын. Біз бұл планетаға жер бедеріне еліктейміз. Біз емес оның қожайыны. Оның қожайыны Алла Тағала. Біздің ешқандай да қауқарымыз жоқ Алла Тағаланың алдында. Әлемде бейбітшілік болсын, бірлік болсын, тіліміздің тұғыры мәңгі болсын дей тұрғанмен, барлық тілді де құрметтейікші, барлық халықты да құрметтейікші, барлық көрші болған ағайындармен, көршілермен, әлемнің әр түрлі ұлт өкілдерімен, әр түрлі мемлекеттермен бақытты, баянды, тату, тәтті, әдемі ғұмыр кешейікші. Қазақстанымыз мәңгі болсыншы.